Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай әдемі әрі дәмді шығатын ыстық тамақ дайындайтын боламыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен етімізді жуып тазалап, өзіміз қалаған көлемде тураймыз. Табаны отқа қойып, сұйық май құйып, май қызғаннан кейін етімізді салып қуырамыз. Тұз салуды ұмытпаймыз. Табанын бетін жауып, баяу отқа қойып қуырамыз. Табанын бетін жауып қуырған дұрыс, ет жұмсарып пісетін болады. Пиязды жіңішке етіп әдемелеп турап шығамыз. Табаға пиязымызды салып, етпен бірге қуырамыз. Қызанақ немесе томат салуды ұмытпаймыз. Сәбізді және тәтті бұрыштарымызды тураймыз. Пияз әдемі болып қуырылды. Енді сәбіз бен тәтті бұрыштарымызды салып, араластырып, кішкене қуырамыз. Аз мөлшерде ұн салып, араластырамыз. Егер ұныңыз көп болып кетсе, подливіңіз қою болып кетеді. Ұн салғанда абайлаңыз. Еттің бетінен асырып қайнаған су құямыз. Табанын бетін жауып, астыңғы отын жай қоямыз. Ет толық піскенше. Енді күрішін дайындаймыз. Ыдысқа аз мөлшерде май құйып, күрішті жуып тазалап, майға аз ғана қуырып аламыз. Сонда күріш жабыспай пісетін болады. Күрішті кішкене қуырғаннан кейін күріштің бетінен асырып қайнаған су құямыз. Бетін жауып, астыңғы отын өте жай қойып пісіреміз. Мінекей етіміз пісті. Егер қаласаңыз, осындай горох салсаңыз өте дәмді шығады. Горох ұнамаса, салмауға да болады. Бізге горох ұнағаннан кейін салып араластырдым. Күрішті әдемі етіп саламыз. Үлкен кесеңіздің ішін сулап алсаңыз, күріш ыдысқа оңай жабыспай түсетін болады. Үлкен кесенің ішіне кішкентай кесені саласыз. Видеода қалай жасалу керектігі толық көрсетілген. Күрішті осылай тығыздап саламыз. Кесені ыдысқа төңкереміз. Күріш әдемі формада түседі. Күріштің ортасына дайындаған подливімізді әдемі етіп саламыз. Дастарханға ұсынамыз. Отбасы мүшелеріне ұнайтынына мен сенімдімін, өйткені өте дәмді ыстық тамақ. Осы рецептпен дайындап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.